Құрамы небәрі 4 қана ингредиенттен тұратын өте пайдалы, өте оңай және өте арзан салат дайындаймыз. Ол үшін бізге қайнатылған қызылша, алма және греческий йогурт және сироп топинамбура немесе мед керек болады. Ең алдымен видеода көріп отырғандарыңыздай алмамыздың барлығын қабығын ашып шығамыз. Жалпы қабығын ашып-ашымау өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Барлығын ашып болғаннан кейін 4 бұрышты етіп тураймыз, немесе өзіңіздің қалауыңыз бойынша ұзынша етіп турасаңыз болады, тіпті болмаса теркадан өткізсеңіз болады. Алмаларымызды турап болғаннан кейін ыдысымызға салып, келесі кезекте қызылшамызды турап алатын боламыз. Жалпы бұл салаттың басқа қызылша қосылған салаттарға қарағандағы ерекшелігі ешқандай майонез, консервіленген заттардың ешқайсысы қосылмайды. Сондықтан да бұл салат сіздің денсаулығыңызға 100% пайдасын тигізетіні сөзсіз. Ағзамызға өте зиянды майонездің орнына греческий йогуртпен алмастырдым. Себебі греческий йогурттың құрамында ГМО, қант, глютеннің ешқайсысы болмайды. Сондықтан да ПП салат деп айтуға келеді. Ал қызылшаның құрамы көптеген витаминдер мен минералдарға бай болғандықтан, әсіресе жүкті келіншектерге өте пайдалы болып табылады. Себебі құрамында өте керекті фолиевая кислота, витамин С, железо, йод, калий сияқты минералдар өте көп болады екен. Салатымыз тәтті, дәмді болу үшін сироп топинамбура қолдандым. Жалпы сироп топинамбураның құрамында инолин болғандықтан, біздің ішегіміздегі пайдалы микрофлораның өсуіне жағдай жасайды. Бұл салатқа қосылатын әрбір ингредиент сіздің денсаулығыңызға 100% пайдасын келтіретіндіктен, сіздерге әрдайым осы салатты жиі жасап тұруға кеңес беремін. Қызылшамызды турап болдық, енді оны ыдысымызға саламыз, және де үстінен греческий йогурт және сироп топинамбураны қосып, жақсылап араластырамыз, және салатымыз дайын. Дәл осындай өте пайдалы әрі жеңіл жасалатын пайдалы рецепттер қызық болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.